Сәлеметсіздер ме оқушылар? IT журналистика оқу курсының сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаңалықтар мәтінінің жазылу ерекшеліктері. Сабағымыздың мақсаты жаңалықтар мәтінін жазуды үйрету, мәтінге қойылатын талаптарды түсіндіру. Оқушылар жаңалықтар мәтіні екіге бөлінеді. Сюжеттік мәтін, тілші оқиға орнынан жинаған ақпаратын, алған сұхбатын жүйелі құрастырып жазады. Мәтінді жазуда дәлдік, шынайылық, өткірлік болуы шарт. Бұл сюжеттік мәтін тілшінің оқуымен беріледі. Кадр сыртындағы мәтін. Тілші оқиға орнынан жинаған ақпаратын, сұхбатын қысқа да нұсқа жазады. Бұл мәтінде бір немесе екі адамның ғана сұхбаты берілуі тиіс. Мәтінді диктор оқиды. Ал телеарна жаңалықтары дегеніміз ақпарат берудің нақты, жылдам әрі кең тараған түрі. Тілші не редактор қоғам үшін қажетті ақпаратты көрерменге сапалы, мазмұнды түрде жеткізеді. Сонымен қатар жаңалықтар мәтініндегі қысқарған сөздермен таныс болайық. БЖТ, ТКС, бейне жазба түсірілімі, тілші кадр сыртында. СНХ, синхрон сұхбат, жаңалықта берілетін интервью түрі. КСМ, кадр сыртындағы мәтін. Стендап, тілшінің оқиға орнынан сөйлеуі. Оқушылар, сіздер тақырып бойынша мол ақпарға қанық болдыңыздар. Енді тапсырмаға назар аударыңыздар. Берілген тақырыптардың бірін таңдап, жаңалықтар мәтінін жазыңыз. Бірінші тақырып, 1 наурыз алғыс айту күні, мерекенің мән маңызы жайлы. Екінші тақырып, көктем келіп ауланы көркейту, көгалдандыру жұмыстары басталды. Үшінші тақырып, ұбт-ға дайындық шаралары, мектеп түлектерінің тестілеуге әзірлігі. Төртінші тақырып, кітап білім бұлағы, жас ұрпақтың кітап оқуға қызығушылығы қандай деңгейде. Тапсырма бойынша дескрипторлар, тапсырма орындаудағы қадамдар алдарыңызға берілген. Тақырып мазмұнын ашады, жаңалықтар мәтінінің құрылымын сақтайды, ойын ықшам нақты жеткізеді, сюжет, қысымы мәтінінің бірін таңдап жазады. Жарайсыздар балалар, тақырып бойынша қызықты жаңалықтар мәтінін жазған екенсіздер. Енді өз жауаптарыңызды ықтимал жауаппен салыстырып көріңіздер. Тілші, алғыс айту күні 2017 жылдан бастап тойланып келеді. Бұл мерекеде өзге ұлт өкілдері қазақ еліне деген алғысын, ілтипатын жеткізеді. Сонымен қатар, соңғы уақыттары мереке аясы кеңейіп, көпшілік бір-біріне, отбасына, досына, ұстаздарына алғыс білдіруді дәстүрге айналдырып келеді. Синхрон Гүлзия Әбілесқызы, қала тұрғыны. Тілші, бұл мерекеде алғыс айтумен қатар жақын адамдар бір-біріне сыйлық сыйлайды. Ал мектептерде алғыс күніне арналған танымдық, шығармашылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Мақсат адам бойында мейірімділік, ізгілік қасиеттерді оятып, кішіпейілділікке, бауырмашылдыққа тәрбиелеу. Таңсары Қаппар, Жандос Кенжалы, Мектеп Ньюс жаңалықтары. Оқушылар, келесі сіздерге ұсынылатын тапсырма, мектептің жаңалықтар топтамасының кезекті шығарылымын көріп, кестені толтырыңыз. Бірінші бөлікке көрсетілген жаңалық атауын жазыңыз, екінші бөлікке сол жаңалыққа сіздің көзқарасыңыз. Дескрипторлар алдарыңызға ұсынылды. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Эфирде Мектеп Ньюс жаңалықтары.
Мектеп өміріндегі айшықты ақпараттармен таныстыратын мен, Диас Мейрамбек және Ақниет Әбілқасым. Қайырлы күн, құрметті көрермен. 2023 жыл мектебіміз үшін табысты басталды. Пән апталықтары өтіп, түрлі тәрбиелік мазмұнды шаралар ұйымдастырылуда. Шығармашыл ұстаздарымыздың бірі Надира Ахмеджан сабағын түрлендіріп өтетін педагогтардың бірі. Бұл жолы бастауыш пәнінің мұғалімі өз сабағында көлеңкелі театр әдісін пайдаланды. Қазір 4-ші сыныпта жартылыстану сабағы өтіп жатыр. Тақырыбы көлеңке. Сабақты мазмұнды ұйымдастыру үшін мұғалім көлеңке театрын тиімді қолданған. Бұл балаларға өте қызықты болды. Айдана Қойшыбай сынып үздіктерінің бірі. Оған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Көлеңке театр арқылы ол тақырыпты терең меңгергенге ұқсайды. Сыныптастардың рөлге еніп ойнауына тәнті болды. Бүгін маған осы көлеңке туралы тақырып ұнады. Өйткені ойықта әрбір ертегіден үзіндіні алып қызық көрінді маған. Ойықта өлең айтады және кейіпкерлері де әдемі болып шықты. Баяғыда шал мен кемпір өмір сүртті. Шал көк баммен барып, көлге барып ауыл ақтырады. Бір күні ауына алтын балық түседі. Алтын балық айтады: "Мен сенің үш тілегіңді орындаймын, сен мені жібер" дейді. Шал айтады: "Маған үлкен үй мен және таусылмас байлық бер" дейді. Балық өз уәдесінде тұрады. Балық шалға сабақ болсын деп тас қолына түсіреді. Көлеңке театры Қытай мен Үндістаны дамыған. Бұл әдіс түрін сабаққа пайдалану арқылы оқушылардың шығармашылығын, қиялын дамытуға болады. 4-ші Ә сыныбының оқушылары үшін бүгінгі жартылыстану сабағы ерекше өтті. Олар ертегіден үзінді көрсету арқылы әртістік шеберлігін, дауыс мәнерін қоя отырып, сабақта белсенділігін арттырды. Фарида Ержанқызы, Жандос Кенжалы, мектептің жаңалықтары. Бағдарламалау мектебінде балаларды ақпараттық технологиялар мүмкіндігін үйретуде басымдық берілуде. Бастауыш сынып оқушылары мататалап робототехникалық жиынтығы арқылы қызықты сабақтарға қатысуда. Мататалап деген не? Оның ерекшелігі мен тиімділігі туралы келесі сюжетте. Мататалап 2017 жылдың соңында Қытайда шығарылған. Бұл жиынтық 1-4 сынып оқушыларына арналады. Бұл жиынтық арқылы біріншіден оқушылар өзінің логикасын дамытады, екіншіден математикалық сауаттылығын арттырады. Командалық мұнара және басқару тақтасы арқылы балалар бағдарламалауды ойын түрінде үйренеді. Мататалап көмегімен оқушылар сурет салып, ноталар арқылы әуендер құрастыруына болады. Бір сөзбен айтқанда, бұл робот балалардың жаратылыстану математикалық пәндерді терең меңгеруіне жол ашуда. Бағдарламалау мектеп аясында 2-ші және 10-ші сыныптар арасында робототехника үйірмесі жүргізілуде. Соның ішінде бастауыш сынып оқушыларына, яғни 1-4 сынып оқушыларына біз мататалап жиынтығын үйретіп жатырмыз. Мататалап жиынтығының ерекшелігі оқушыларға ойын түрде бағдарламалауды, алгоритмді үйретеміз. Ойын түрде келеді. Және тағы бір ерекшелігі, бұл жалғыз информатика пәні емес, математика пәнін, музыка пәнін қамтып өтеміз. Яғни математика пәнінен есептер шығарып, логикасын дамытып, алға артқа жүріп, роботты қозғалғанына оқушылар өте қызығушылықпен қарап жүр, сурет те салады мататалап арқылы. Оқушылар үшін мататалаппен жұмыс істеу өте қызықты. Сондықтан олар информатика пәнін асыға күтеді. Мен робототехника сабағына асыға барамын. Себебі біз мататалап жиынтығымен жұмыс жасаймыз. Мататалаппен біз әуен ойнатамыз. Кедергілер арқылы жұмыс істейміз. Маған мататалаппен жұмыс істеген өте ұнайды. Бағдарламалау мектебінде балалардың IT әлеуетін арттыруға арналған осындай жаңа құрылғылар көп. Бұл оқушылардың жаңа технологияға деген қызығушылығын арттырып, ойлауын, танымын дамытады. Жансая Оналова, Жандос Кенжалы, Мектеп Ньюс жаңалықтары. Осымен Мектеп Ньюс жаңалықтарының кезекті шығарылымы тәмам. Мектептегі әрбір айшықты жаңалық біздің нысанамыздан қалыс қалмайды. Келесі жүздескенше. Келесі шығарылымда мұнанда қызықты жаңалықтар күтіңіздер. Аман сау болыңыздар.
жарайсыздар оқушылар. Енді өз жауаптарыңызды ықтимал жауаппен салыстырып көріңіздер. Бірінші жаңалықтың атауы көлеңкелі театр әдісі. Бұл жаңалыққа менің көзқарасым, көлеңкелі театр бастауыш сынып оқушыларына қызықты әрі танымды әдіс. Бұл баланың сөйлеу қабілетін, әртістік шеберлігін дамытады. Екінші жаңалықтың атауы мататалап робот жиынтығы. Аталмыш робот жиынтығы балалардың логикасын дамыта отырып, сурет салуға, музыка құрастыруға, түрлі пішіндер жасауға дағдыландырады. Оқушылар, бүгінгі сабақтың түйіндісі ретінде ой жағдайғы рефлексиясы арқылы кері байланыс берейік. Түйгенім, түсінгенім, пікірім, ұсынысым. Яғни оқушылар бүгінгі сабақтан қандай ой түйдіңіздер, қандай пікір мен ұсыныстарыңыз бар, осы жайлы кері байланыс күтемін. Оқушылар, бүгінгі сабақта жаңалықтар мәтінінің жазылу ерекшеліктерімен таныс болдыңыздар. Ендеше сабағымыз аяқталды. Зейін қойғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.